Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Ибадулла Шехназ Нұрсұлтанқызы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студентімін. Бүгін мен сіздерге Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілін ұлттық құндылықтар негізінде оқыту тақырыбында ғылыми мақаламнан баяндама жасамақпын. Баяндамамды Ахмет Байтұрсынұлының мынадай сөздерінен бастағым келеді. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттылығы еш уақытта адамы құрмай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл деген екен. Зерттеу жұмысымның мақсаты Алаш зиялысы Ахмет Байтұрсынұлы шығармаларын пайдаланып қазақ тілін ұлттық құндылықтар негізінде оқыту. Зерттеу жұмысымның мазмұны ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының тіл құралы, әдебиет танытқыш еңбектері арқылы қазақ тілінің табиғаты мен ерекшеліктеріне талдау жасау, фонетика мен грамматика саласындағы қазақ мәдениеті мен әдебиеті туралы зерттеулермен танысу, оның нәтижелерін қазақ тілін ұлттық құндылықтар негізінде оқытуда пайдалану. Зерттеу жұмысымның өзектілігі Ахмет Байтұрсынұлының өз заманымыздағы білімді болуға оқу керек деген көзқарасы қазіргі таңда да өміршеңдігін жойған жоқ. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы Қазақстан халқына жолдауында ұлт ұстазының білім мен оқу жайындағы осы көзқарасы ұлт сапасын арттыруда негізгі құрал болып, еліміздің барлық салалары үшін 6 негізгі маңыздылықты айқындап берді. Ахмет Байтұрсынұлы көзқарасының қазіргі замандағы маңызы. Қазіргі таңда білім беру саласының алдында тұрған басты тапсырмалардың бірі ол жас ұрпақты ұлттық құндылықтар негізінде оқыту болып отыр. Осы орайда ел президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылы 1 қыркүйекте Қазақстан халқына арнаған жолдауында қазіргі міндет халқымыздың жаңа болмысын қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арттыру деп атап өткен болатын. Бұдан қазақ халқының, яғни ұлтымыздың әлемдегі ерекшелігі мен жаңа болмысын қалыптастыру міндеті жатқанын баса аңғарамыз. Осы орайда елбасымыз ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек, ал осы керектердің жолында жұмыс істеу керек деген пікірін ұлтымыздың жаңа болмысын қалыптастырудағы негізгі ұлт ұраны ретінде ұстану керектігін айтқан болатын. Ал осы Ахмет Байтұрсынұлының білімді болуға оқу керек көзқарасының қазіргі замандағы маңызына тоқталатын болсақ, біріншіден, 21 ғасыр ұрпағы терең білімді болғаны жөн. Екіншіден, кез келген істі кәсіби дағдыға арқылы жүзеге асырған дұрыс. Үшіншіден, жас буынды ерінбей еңбек етуге бейімдеу. Төртіншіден, темірдей тәртіп және жоғары жауапкершілік болуы тиіс. Бесіншіден, әділдіктен айнымаған жөн. Әділдік қоғам дамуының маңызды шарты. Әділеттілік ел жұрттың тағдырын шешу үшін қажет. Алтыншыдан, адалдылық, тиянақтылық, ұқыптылық. Нағыз қазақ осы кейіпте болғанда ғана бәсекеге қабілетті мемлекет, зияткер ұлт қалыптасады. Қазіргі таңда білім беру саласының, әсіресе орта білім беру саласы қызметкерлері үшін Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылығының маңызы зор болып тұр. Оны бұқаралық ақпарат көздерінің өзі растайды. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет танытқыш тіл құралы, әліпби секілді еңбектерінде ол өзі қазақ халқының, қазақ тілінің табиғаты мен ерекшеліктері жайлы талдау жасай отырып, қазақ алфавитін жүйеледі. Фонетика, грамматика саласында қазақ мәдениеті мен әдебиеті туралы зерттеулер жүргізді. Ал ол зерттеулердің өзектілігі соншалықты күні бүгінге дейін өз маңызын жойған жоқ. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы өзі сүрген дәуірде ақын, аудармашы, ұлт ұстазы, ағартушы ретінде танылған тұлға. Оның аталған еңбектері күні бүгінге дейін білім беру саласындағы негізгі басшылыққа алынатын құрал ретінде саналып отыр. Атап айтатын болсақ, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілін ұлттық құндылықтар негізінде оқытудағы мынадай еңбектері білім беру саласы қызметкерлері үшін негізгі құралға айналған. Әдебиет танытқыш еңбегі бірнеше бөлімдерді қарастырады. Аңдату, тірнек өнері мен көрнек өнері, сөз өнері, ақыл, қиял, көңіл, тіл қисыны, сөздің келісті болатын заңдары, шарттарын біліп түзу, сөз талғау, сөз дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл анықтылығы, сөз тіл дәлдігі, тіл өрнектілігі. Дәл осы аталған бөлімде көріктеу, меңзеу, ауыстыру, бейнелеу, алмастыру, кейіптеу секілді бірнеше көркемдегіш құралдардың мәнін ашқандай. Сондай-ақ маса, сөз иесінен, қазақ салты, қазақ қалпы, жиған терген, жазушының қанағаты, адамдық данышпаны тағы да басқа өлеңдермен қатар замандастарыма, ат пен есек, егіннің бастары, өгіз бен бақа, емен мен қамыс, қарға мен түлгі, шал мен ажал, тағы да басқа аудармалары адам бойындағы жағымдық қасиеттердің қалыптасуына бірден бір үлесін тигізетін нағыз еңбек десе де болады. Қорытындылай келе, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының артында қалдырған әдеби еңбектері, қазақ халқы үшін атқарған істері, өнер, білім, саясат жолындағы қажымас қайраты ұлттың ұлт болып қалыптасуындағы өшпес мұра, өлшеусіз құнды дүние болып тарихта мәңгі хатталады деп аяқтамақпыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.